сабағымызда бастамас бұрын ең бірінші нейрогимнастикалық жаттығу жасаймыз. Ол деген біздің миымыздың қазір сабақта жақсы жұмыс жасауына көмектеседі. Қазір тақтада неше түрлі сандар шығады, сол бойынша жасаймыз. Егер де екі қолмен көрсететін сан болса, кезектес жасаймыз. 3 пен 7-ні көрсетсе осылай, 5 пен 2-ні көрсетсе осылай көрсетіп жасаймыз. Бәрін осында. Қоланы екі сайда үшті бөлмеді. 3 ішін ашып қарасаң болады, қандай топ жазылған көрінеді. Қанша? Бірінші топ мына жаққа, екінші топ ар жаққа, үшінші топ ар жаққа, төртінші топ ар жаққа отырамыз. Оқисыңдар және креммен жабыстырасыңдар. Сол кезде теңдіктері шығады, иә ма? Бұл үшті орындайсыңдар, иә, осыған. Сосын дәптерлеріңе жазасыңдар. Өтетін боламыз. Бірінші тапсырма мәні бірдей теңдіктерді тауып, ақын жазушылардың қандай өлең жазғанын анықта деп тұр. Бірінші есепте бізде М. Әлімбаев, яғни 9 көбейту 1. 9-ды 1-ге көбейтеміз, 9-ға тең болады. Келесі 24 бөлу 4, 6-ға тең болады. 25-ті 5-ке бөлеміз, 5-ке тең болады. Енді келесі 5 көбейту 1 мәні 5-ке тең, 3-ті 3-ке көбейтеміз, 9-ға тең, 6-ны 1-ге бөлсек, 6-ға тең. Яғни өзара сәйкесінше енді сәйкестендіреміз. 9 пен 9, келесі 6 мен 6, 5 пен 5, яғни жауаптармен сәйкестендіреміз. Сонда бізде М. Әлімбаев 9 шықты, демек ол бізде 3 көбейту 3 отан. Келесі Сәкен Сейфуллин мәні 6-ға тең болды, демек ол Көкшетау. Келесі Мәуленов О далам менің. Енді келесі тапсырма есепте қорытынды жаса деп тұр. 0 көбейту 5, яғни 0 санын 5 рет қос дегенді білдіреді. Демек 0-ды 5 рет қосатын болсақ, мәні 0-ге тең болады. Келесі 0 көбейту 3, демек 0 санын 3 рет қос дегенді білдіреді. Бұның мәні де 0-ге тең болады. Енді кез келген санды 0 санына көбейтетін болсақ, мәні 0-ге тең болады. Яғни 5-ті 0-ге көбейтеміз 5, 5-ті 0-ге көбейтеміз 5, 0-ды 5-ке бөлсек 0-ге тең болады. Енді кез келген санды 0-ге көбейтсек 0-ге тең деп айттық. Енді 0-ды санға бөлген кезде 0-ге тең. Себебі А көбейту 0, 0-ге тең болды. Егер 0-ды санға бөлсе, онда 0 шығады деп тұр. Ал егер санды 0-ге бөлуге болмайды. Енді келесі тапсырма қима қағаздардағы өрнектерді пайдаланып тура теңдік және теңсіздіктер құр. 1 көбейту 5 және
0 бөлу 5, мына жерде 0 бөлу 5 0-ге тең, келесі 5-ге тең. Дәл осылай біз теңдіктерді құрамыз. Тура теңдіктер екі жағы да, яғни оң жағы, сол жағы екеуі тең шығу керек. 8 көбейту 0 0-ге тең, 0-ды 6-ға көбейтеміз, 0-ге тең, екеуі тең. 1-ді 3-ге көбейтсек 3-ге тең, 3-ді 1-ге көбейтсек 3-ге тең. Келесі 3-ді 3-ге бөлсек 1-ге тең, 9-ды 9-ға бөлсек 1-ге тең, екеуі тең. Енді теңсіздіктер дегеніміз ол бізде оң жағы немесе сол жағы үлкен дегенді білдіреді. Мысалы, сол жағында 1 көбейту 5 5-ге тең болса, оң жағында 1 көбейту 3. Бұл 1 көбейту 3 кіші 1 көбейту 5-тен. Келесі 3 көбейту 1 үлкен, 9 бөлу 9-дан, яғни 1-тен кіші болады. Келесі 1-ді 3-ге көбейтеміз 3-ге тең, 0-ды 6-ға көбейтсек 0-ге тең, бұл кіші 1 көбейту 3-тен. Келесі тапсырма өрнекті оқы есепте деп тұр. 32 бөлу 8 қосу 6 көбейту 0. Енді бұл жерде бірінші бөлу амалын орындаймыз, екінші көбейту амалын орындаймыз, үшінші қосу амалы орындалады. Сонда 32-ні 8-ге бөлсек 4-ге тең, қосамыз, 6-ны 0-ге көбейтсек 0-ге тең. Сонда мәні 4-ге тең болады. Келесі 0 көбейту 459 азайту 455 бөлу 2, Бұл жерде енді кез келген санды 0-ге көбейтетін болсақ, мәні 0-ге тең деп айттық. Сондықтан 0 деп жазсақ болады. Енді келесі 12 қосу 3 бөлу 3. Бұл жерде бірінші бөлу амалы орындалады, екінші қосу амалы орындалады. Яғни 12 қосу 3-ті 3-ке бөлетін болсақ, 1-ге тең, сонда 13-ге тең болады. Келесі 18 бөлу 3 қосу 0 бөлу 2. Бұл жерде бірінші бөлу амалы, екінші бөлу амалы, үшінші қосу амалы. 18-ді 3-ке бөлеміз 6-ға тең, қосамыз, 0-ды 2-ге бөлеміз 0-ге тең. Сонда мәні 6-ға тең болады. Келесі 400 азайту 9 көбейту 1 қосу 210. Келесі 3 көбейту 789 азайту 780 қосу 89. Тең. Бұл жерде бірінші көбейту, екінші азайту, үшінші қосу амалдары орындалады. 400 санын өзін жазамыз, 9-ды 1-ге көбейтсек 9-ға тең, оған 210 санын қосамыз. Сонда 400-ден 9-ды азайтамыз, 391-ге тең болады. Оған 210 санын қосатын болсақ, 6 0 1, 600. Яғни мына жерде 409, 10-нан 9 азайтсақ 1-ге тең, 9, 3 қалды. Енді осыған 210 санын қостық. 1, 0, 1 ойда, 5, 6, 601 саны шықты. Келесі бірінші азайту амалы, екінші көбейту амалы, үшінші қосу амалы орындалады. Сонда 3 көбейту 789-дан 780-ді азайтсақ 9-ға тең болады, оған қосамыз 89-ды. Бірінші көбейту амалы орындалады, 27 қосу 89. Бұл тең болады, 27-ге 89-ды қосамыз. 16, 1 ойда, 11, 116 санына тең болады сонда. Енді келесі тапсырма есептің шартына сұрақ қой. Саябаққа 24 терек көшеті 3 қатарға теңдей бөлініп отырғызылды. Барлығы бізде қанша және әр қайсысы қанша-қаншадан сәйкес келеді деп отырғызсақ болады, орындасақ болады. Енді бұл жерде бізде барлығы берілген. Барлығы 24 терек. Енді отырғызылды. Үш қатарға отырғызылды. Енді табу керек бізде әр қатарда қанша терек бар, соны табу қажет. Ол үшін бізде шешуі.
24-ті 3-ке бөлеміз, сонда 8-ден сәйкес келеді. Демек, 8, 8 және 8 болады, е? 3 қатарға 24 терек 8, 8-ден отырғызылған. Жауабы 8 терек. Әр қатарда. Отырғызылды. Енді келесі енді бізде әр қатардағысы белгілі 8 терек, 8 терек, 8 терек және 3 қатар екені белгілі, барлығын табу қажет. Бұл жерде бізде 3 қатар, 3 қатар және әр қатарда қатарда 8 терек. Бұл жерден барлығын табу қажет. Шешуі. Ол үшін біз 8-ді 3-ке көбейтеміз. Сонда 24 терекке тең болады. Жауабы барлығы 24 терек. 4 терек көшеді. Енді келесі 8 теректен қанша қатар екені табуымыз қажет. Енді қатарлар санын табамыз. Келесі үшінші есепте 8 теректен барлығы бізде 24 терек. Әр қатарда 8 терек болса, қанша қатар? Қатарлар санын табуымыз қажет. Шешуі. Яғни барлық қатарлардан, барлық терек көшеттерін бөлеміз 8 терекке. Сонда 3-ке тең болады. Жауабы 3 қатарға отырғызылды терек көшеті. 3 қатарға отырғызылды. Енді жерде сонда 3 болады.